Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен үй жағдайында үйдегі бар азық-түлікпен күлче нандар әзірлейтін боламыз. Өте дәмді, мақтадай жұмсақ күлче нандарды бірге әзірлейік. Бізге алдымен жылы су, жылы сүт, ерітілген сары май керек, және қант, тұз керек, және құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Илегіштен алдын ала иленген ұнымызды қосып, қасықпен болмаса лопаткамен араластырамыз. Одан кейін барып жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қамыр илеген қамырымыз қолға сәл жабысып тұруы тиіс. Илеген қамырымыздың бетін жауып, көтерілгенше қамырымызды жылы жерге қойып ашытып қоямыз. Менде қамырым шамамен 2 сағатта көтерілді. Енді осы қамырды сұйық майдың көмегімен бір қайырып, осы қамырды бірнеше бөлшектерге бөлеміз. Менде әр бөлшек 110-120 граммнан айналды. Яғни әр осы бір бөлшек бір күлче нан болады. Осылай видеодағындай етіп дөңгелектеп аламыз. Және формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырларымызды ортасын ашықтау етіп қойып шығамыз. Енді осы қамырды ортасын басып шұңқыр етіп қоямыз. Шұңқыр еткен жерлерімізді шанышқының көмегімен тескілейміз. Егер сіздерде арнайы осындай лепешка жасайтын тескіш болса, соны қолдансаңыздар болады. Жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қалауларынша қара күнжіт болмаса мак, кәдімгі сары күнжіт қоссаңыздар, сепсеңіздер болады. Осы уақытта пешті қыздырамыз. Шамамен пешіміз қызғанша 5 минуттай уақыт өтеді. Біздің қамырымыз сәл көтеріледі. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Осындай керемет күлче нандар болады. Өте дәмді, жұмсақ, дәмі де әдемі. Достар, менің арнамда басқа да торттардың, тәттілердің, салаттардың рецепттері бар. Мені қолдап, парақшама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған дәмді астарыңыз дәмді болсын.